диалогтарының басқа бір бөлімі. Мен ол диалогтар сіздерге ксерокопиямен жіберіп беремін. Бұл бастапқы бөлімі. Ары қарай әлі де осындайдан 2-3 диалог бар, иә? Оны қазір мен сіздерге осыдан кейін бірге айтып отырамын. 6-шы сабақта біріншісі 请问你贵姓 дейді. 请问你贵姓. Мысалы, өтінем немесе кешіріңіз, сенің фамилияң, аты жөнің қалай? Я фамилия. 我姓张. 我姓张. Менің фамилиям кім? Жан. 你叫什么名字? 你叫什么名字 дейді. Сенің атың кім? 我叫张东. 我叫张东. Менің атым张东дейді. 我叫张东. Немесе менің атым мысалы, 我叫әлия. Менің атым кім? Әлия. Мына жердегі жаңдың дегеннің орнына өзіңіздің атыңызды қолдануға болады. Мысалы, 我姓张 дейді. Менің фамилиям Жан. Немесе менің фамилиям мысалы Мырзабаева. Или өзіңіздің фамилияңызды мына Жан деген сөздің орнына қоюға болады. 我姓менің фамилиям мысалы Мырзабаева. Ал мысалы 我叫张东. Менің атым Жандың дейді. Осының орнына менің атым кім деуге болады? Әлия, мысалы, өзіңіздің атыңызды қоюға болады. Сосын кейін 你是哪国人 дейді. 你是哪国人. Сен қай ел адамы? Бірайша айтқан кезде сен қай елдің адамсың деген сөз. Қай мемлекеттің, қай елдің адамсыз. 我是中国人. 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 Мен қай елдің адамымын? Қытай елінің адамымын. 我是中国人. Мысалы, бұл жоңғоның орнына біз қоюымызға болады. 我是法国人. Мен француз елінің адамымын. 我是美国人. Мен Американың адамымын. Просто мына жоңғоның орнына мысалы, 我是哈萨克斯坦人. Мен Қазақстан елінің адаммын. 我是中国人. Мына жерде мен Қытай елінің адаммын деп тұр. Тағы бір рет оқып шығайық. 请问你贵姓? 请问你贵姓? 我姓张. 我姓张. Менің фамилиям Жан. 你叫什么名字? 你叫什么名字? 我叫张东. 我叫张东. 你是哪国人? 你是哪国人? 我是中国人. 我是中国人. Кешіріңіз, немесе өтінем, сіздің фамилияңыз, аты жөніңіз кім? Менің фамилиям Жан. Сенің атың кім? Менің атым Жандың. Сіз қай елдің азаматсыз? Немесе қай елдің адамысыз? Мен Қытай елінің адамын. Міне жерде не жау шымы менсі дегенде баспа болса аударсақ, сені шақырам қандай атпен деуге де болады. Міне жерде сені қалай шақырам, немесе сенің атың кім деген сөз. Біздің қазақ тілінде айтқан. 请问你贵姓? 我姓张. 你叫什么名字? 我叫张东. 你是哪国人? 我是中国人. Ары қарай диалог жалғастырамыз. 你学习什么? 你学习什么? Сен үйренесің не? 我学习汉语. 我学习汉语. Мен үйренемін нені? Қытай тілін. 汉语难吗? 汉语难吗? Қытай тілі қиын ба? 汉字很难. 发音不太难. Қытай иероглифі қандай? Өте қиын. Файин дегеніміз дыбыстау. Файин дыбыстау, айту. Онша қиын емес. Жерде пу алдына кетіп тұр. Пу тайнан. Онша қиын емес. Сонда қалай? Қытай иероглифі өте қиын. Дыбыстауы қандай?
онша қиын емес. 不太难. Yeah? 你学习什么? 你学习什么? 我学习汉语. 我学习汉语. 汉语难吗? 汉语难吗? 汉字很难，发音不太难。汉字很难，发音不太难。你学习什么? Sen ne үйренесің? 我学习汉语. Мен Қытай тілін үйренемін. 汉字难吗? Қытай иероглифі. Жоқ, 汉语难吗? Қытай тілі қиын ба? 汉字很难. Қытай иероглифі қандай? Өте қиын. 发音不太难. Дыбыстауы онша қиын емес. 你学习什么? 我学习汉语. 汉语难吗? 汉字很难，发音不太难。Sen ne үйренесің? Мен үйренем Қытай тілін. Қытай тілі қиын ба? Қытай иероглифі өте қиын. Дыбыстауы онша қиын емес. 你学习什么? Sen ne үйренесің? 我学习汉语. Мен Қытай тілін үйренемін. 汉语难吗? Қытай тілі қиын ба? 汉字很难. Қытай иероглифі өте қиын. 发音不太难. Дыбыстауы онша қиын емес. Бұл екінші диалогы 6-шы сабақтың. Ары қарай енді біз 3-ші диалогын көреміз.